код жаза аласың ба десем, мен үйреніп жүрмін, есеп шығара аламын дейді. Қазір кімсің десем, ана үйде күзетшімін дейді. IT саласы Қазақстанда қаншалықты дамып жатыр, қаншалықты деңгейде? Google $1 триллион тұрады, біз әлі $1 миллиард жетпедік. Сол кісі жоғалтып алыңдар. Зарплатасы $1 миллионнан кем емес. Сұраныс көп, ұсыныс жоқ. Жақсы мамандық болып шығады, жақсы маман болып. Сосын айтады, мен шетелге кеткім келеді. Ең үлкен тапсырыс беруші ол мемлекет. Ол қаншалықты дұрыс? Негізі бұл IT-дің дамымай жатқанында Қазақстанда бір жағынан сол мемлекеттік ақшаның көптігі. Маман бітіреді, өз стартабын құрып қайтып, мына жақта біреу тендермен 500 миллион беріп отыр. Олар ары қарай Google-ға барғысы келеді, Facebook-қа барғысы келеді, сол үшін бізде мамандықтар жетіспейтін содан. Және жасағысы келеді, бірақ бала-шағаны бағу керек. Осы мемлекеттік жобалардың ішінде ең сәттісі егов қана. Бер жағын бізге әдемі көрсетіп жасаған, ар жағында мемлекет 2013-те $250 миллион жұмсап, e-learning деген платформаны жасай алмаған. Сен алдыңғы апта айтқан мынаумен, осы апта айтқан мынау екеуі мүлдем қайшы дейді. Дарын онлайнды мына Нұрбақ екеуміз 20-30 миллионмен ақ көтере алдық. Роботтар қазақша сөйлемейді, неге туристер қазақша сөйлемейді. 2025-те плюс 1 миллион бала мектепке барады. Біз 30 жылда 1000 мектеп соғамадық, енді 5 жылда 1000 мектеп соғамаймыз. Бізде мамандар көп болу керек. Ол қазақтар негізі. Қазақстанда мықты қазақтардан шыққан IT компания құра аламыз деген, әлемдік деңгейде. Біз IT мамандарын әлі толыққанды потенциалын мойындамауы, кінәлі мұнайдың көптігі. Цифрландыру, бұл деген сөз, цифрландыру дегеніміз тең, бірінші жүйелеу, сосын автоматтандыру деген. Былай қарасаң, оң жағында бухгалтер әйелі, сол жағында қарындасы юрист. Қалай олар жүйелейді? Бірінші содан бастау керек. Екіншісі мен Каспий сатып алса екен, Каспийға кіріп кетсем екен. Енді халыққа, енді болды Нұрбақ деген 100 теңге төле десең, ол төлейді. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Теңше арнасына қош келдіңіздер. Бүгін Теңше арнасына Даму бизнес кәсіпкерлер одағының дамытылысының кезекті саны. Бүгін бізде қонақта Дарын онлайн платформасының негізін қалаушы бизнесмен Айбек мырза. Және Даму бизнес кәсіпкерлер одағының тұрақты мүшесі және Дарын онлайн платформасының негізін қалаушы бизнесмен Нұрбақ мырза. Және бізде Сержан мырза Инэкспорт платформасының негізін қалаушы және миллиондаған тапсырыстарды жөнелтіп отырған осындай үлкен платформаның иесі. Ал енді бүгін біз негізгі қозғайтын тақырыбымыз IT саласы болмақ. Қазіргі енді бірінші сұрағым, жалпы IT саласы Қазақстанда қаншалықты дамып жатыр? Қаншалықты деңгейде? Мамандар қаншалықты бізде жеткілікті? Осы тақырыпта кішкене әңгіме қозғасақ, Айбек мырза. Үлкен рахмет, Болатбек мырза, осындай кездесуге шақырғаныңызға. IT деген көбісі түсінбейді. Нақты ашып айтсақ, information technology ғой негізі. Ақпаратқа қатысты технологияның барлығы, ақпарат таратуға, ақпарат беруге, қабылдауға, соның барлығы IT. Бізде айтишник деп жаңа компьютер жөндейтін, код жазатын, сол төңіректе қалып қойдық та. Негізі Қазақстанда математикасы мықты, арифметикасы мықты балалар өте көп. Себебі біздің генде үлкен далада өмір сүргендіктен абстракты ойлау мықты дамыған. Яғни абстракты мықты ойлау дамығаннан кейін математика мықты болғаннан кейін IT мамандарын көп даярлауға мүмкіндік жетеді. Мен айтушы едім, бізде потенциалдың бір 5-10% ғана ашылған. Соның өзінде 2000-нан астам қызметкер шетелде қызмет етіп жатыр, қазақстандық қазақтар. Ал Қазақстан өзіне айтишник жетіспей жатыр. Нұрбақ екеуміз қазір iOS қызметкерін іздеп жатқанымызға 2 ай болды. Зарплатасы $1 миллионнан кем емес. Сонда маман сұраныс көп, ұсыныс жоқ. Ал IT-дің деңгейі, IT мықты айтишниктер дайындауға болады, бірақ өкінішке орай жүйелі проблемалар көп. Білім беру саласында, дұрыстап жаңағы методика саласында, сосын ауыл балаларын IT-ға деген тәрбиелік насихаттар жүргізіліп жатқан жоқ. Ауыл балалары жаңағы мамандық таңдаудан бастап IT мамандығы не екенін түсінбейді. Оның көбінесе бір ағасы, әпкесі барып мықты қызметкер болғандықтан айтишник болып кетеді. Енді бұл жерде Нұрбақта өзінің қосары бар шығар, себебі осы 10 жылдан бері IT маман болып жүр ғой. Көп жаңағы нелері бар, опыттары бар. Рахмет. Жаңа Айбек айтып кетті ғой, ақпараттық технология. Ақпараттық технология деп айтса адамдар қорқады, ой мен түсінбеймін, ол не бәле, жастарға апарып көрсетті. Негізі ол терминнің мағынасы ақпаратты өңдеу, сақтау, жіберу және бір-бірімен алмасу. Соны зерттейтін ғылым.
Соны біз солай қарапайым түсінсек, оның ешқандай қиындығы жоқ, түсіну жаңағы қорқудың қажеті жоқ. Ол мысалы күнделікті біздің телефонымыз, компьютеріміз, сода бір-бірімізбен ақпарат жібереміз, ақпарат өңдейміз, ақпаратты сақтаймыз, және басқа нелерден қорғаймыз. Сол ары кеткенде IT деген. Ол ешқандай қиындығы жоқ. Ал енді жаңағы мамандығы жетіспеу деген шынымен өте қиын. Біз мамандықты студенттерді алып келеміз, өзіміз тәрбиелейміз. 2 жыл, 3 жыл үйретеміз, жақсы мамандық болып шығады, жақсы маман болып. Сосын айтады, мен шетелге кеткім келеді. Не үшін? Бізде де сол жаңағы зарплатаны беріп жатырмыз. Бізде жұмыс істей берсеңші десең, жоқ, мен ары қарай дамығым келеді. Өйткені біздің елде IT толық дамымаған ғой. Олар ары қарай Google-ға барғысы келеді, Facebook-қа барғысы келеді. Сол үшін бізде мамандықтар жетіспейтіні содан болып тұр. Өзіміз жаңағы керемет бір IT мамандығына жарымаймыз, сонда да бар жоқ 2000-3000 жақсы мамандарды шетелдіктер алып кетіп жатады. Оның негізгі себебі олар көп төлей ме, жоқ әлде олардың шарт жағдайы ол жерде көбірек қарастырылған ба? Себебі неде кетіп қалады? Жаңағы мен қарап тұрсам, Айбек мырза айтып отыр ғой, осындай бізде негіз бар, математикалық тұрғыдан негіз бар деп тұр. Бірақ бір процесс жетіспейді, соларды осы мамандық деген осы нәрсе бізден осындай мүмкіндік шығады деген нәрсеге бір дайындап жіберу, ары қарай итеріп жіберу деген нәрсе жетіспей тұр екен. Мен жеке өзім Айбек мырза айтудан ойлайтын, бізде шынымен нашар деп ойлайтын да. Тіпті негіз жоқ болуы мүмкін деп ойлайтын. Себебі неге өте аз деп. Бірақ жаңағы Айбек мырзаның айтқан бойынша біздегі жаңағы даланың кеңдігімен жаңағы математикалық, кәдімгі математикадан әлемдік олимпиада алып жүрген балалар бар ғой. Бізден аз топ 20 миллион адам үшін. Ол 20 миллион адам үшін ол кәдімгідей көрсеткішті. Демек бізде негіз бар. Енді бір сол IT деген мына нәрсе былай дамып жатыр, және сол адамдарға заңгерге, экономистке, немесе басқа мамандықтарға қарағанда сол IT саланы көтеріп жүруге жаңағындай бір мүмкіндік жасаса, жүйелік жақтан және әрбір азамат борышты болып, онда бізде мен ойлап жүрген, түңіліп жүрген бізде IT жетіспейді жоқ деген нәрсе де шешіледі десек. Келсем тоқтай, Сержан мырза. Жаңа Бөкеңнің айтқан сұрағы бойынша тек қана IT мамандар емес, жалпы Қазақстаннан сыртқа шығып 40 мың маман жұмыс істеп жатыр. 40 мың маман. Енді бірақ ол жаңағы интеллектуалды жоғары жұмыстарды атқаруда 40 мың маман. Біз білмейтін интеллектуал төмен жұмыстар атқарып жатқан қаншама қандастарымыз бар. Өкінішке қарай. Енді 40 мың маманның ішінде 2 мың IT маманы. Не үшін олар Google-ға кетеді? Біріншіден, ақпараттық технология болғаннан кейін бұлардан артық пиарды ешкім жасай алмайды. Бәрі өз қолында ғой. Google-дың, Facebook-тың қолында. Олар өздерін алпауыт ретінде сезінеді, алпауыт ретінде мойындатады. Демек, бірінші бренд үшін кетеді. Екінші, шарт жағдайлары мықты. Ойнауға болады, түнмен жұмыс істеуге болады, күндіз ұйықтауға болады. Және Американы көргісі келеді, Нидерландыны көргісі келеді. Шетел көру мәселесі үшінші. Төртінші, біз есептедік, жалақысына қарайтын болсақ, барып келуі, ұшып, ан жақта төлейтін таксы, жаңа салығы, бәрін алып тастағанда сол біз беретін жалақымен тұспа-тұс. Сол 2 мың барып келген жаңағы барып жұмыс істеп жатқандардың көпшілігі негізі қазір қайтқысы келеді. Елін сағынады, патриоттық бар, ата-анасын сағынады деген сияқты. Туысқандары бар, андай достары жоқ. Бірақ олардың барып келіп бізге үлкен стартаптар құрғанын біз қазір шын айтқанда күтудеміз. Себебі олар кеп біршама өзгертулер жасайды. IT дегенде жаңа тек қана код жазатындар емес, басқаратын мамандар керек қой. Сол код жазатындарды басқаратын мамандар. Бізде жетіспей жатыр. Менеджмент жағы жетіспей жатыр. Менеджменті дамыған адамдар келетін болса, менеджмент түсінетін. Олар қалай маман жинау керек екен Google-дан үйренді ғой. Сол сияқты мүмкін жинауды да тездетуші еді. Мүмкін жаңа ректор болып сондай мамандар келуші еді. Мүмкін министрлікке сондай келуші еді. Біраз жағдай өзгеруші еді негізі 2 мың адам қайтып келіп оралатын болса. Кезінде корейліктер айтады ғой, жапондардан үйреніп алды да, қазір Hyundai'сы Toyota'дан асып баратыр деген сияқты. Бізде де солай. Мен керісінше оған қуанам. Бірақ бір жағынан бұл біз үшін челлендж да. Неге бізде Google сияқты жаңағы мамандарды ұстап қала алмаймыз деген сияқты. Әрине енді салыстырмалы түрде Google $1 триллион тұрады. Біз әлі $1 миллиард жетпедік. Қызық, жалпы әдетте IT саласында көбінде тапсырыс беруші кімдер? Әдетте бағанағы шетелге кеткендердің барлығы Google, Netflix сияқты олардың кітаптарын көрдім. Оларда маман жетіспейді оларға да. Олар да іздеуде. Бүкіл дүниежүзі бойынша олар жақсы мамандар жинап алады. Тапсырыс берушілер жеке тұлғалар немесе компаниялар. Ал менің ойымша, көп осы нарықта естуімше, бізге тапсырыс беруші ең үлкен тапсырыс беруші ол мемлекет. Министрлік. Ол қаншалықты дұрыс?
қаншалықты мысалы бізге маған өзіме бір сайт керек болса не бір APP жаңағы керек болатын болса бір сумманы айтатын болсаң ойбай дейді біздегі компаниялар не деген қымбат деген сияқты. Сол үшін тек қана қазір бір ғана ауызға қарап отырады мемлекеттік. Мен осы айтқаным дұрыс па? Жалпы сіздер енді көбінде тапсырыстарды орындайсыздар. Қаншалықты мемлекеттің тапсырысын орындайсыздар, қаншалықты жеке тұлға компаниялардың тапсырысын орындайсыздар? Мемлекетті мен айтайын. Иә. Жеке тұлғамен компания. Жақсы. Мемлекетте былай. Негізі бұл IT-дің дамымай жатқанында Қазақстанда бір жағынан сол мемлекеттік ақшаның көптігі. Маман бітіреді, өз стартабын құрып қайтеді, мына жақта біреу тендермен 500 миллион беріп отыр. Дұрыс қой. Сәйкесінше, бүкіл Қазақстанның ақшасын 80% мемлекеттік ақша дейді ғой. Ал IT-да мен білуімше соны 60-70% ал. Білім саласында, медицина саласында, электронды үкімет саласында, осы мемлекеттік жобалардың ішінде ең сәттісі Егов қана. Қалған жобалар өкінішке қарай мен сәтті деп ойламаймын. Мүмкін бар шығар араларында, бірақ көбісі соншама миллиардқа шаққанда сәтсіз. Мысалы, біз Дарын онлайнды Нұрбақыт екеуміз 20-30 миллионмен ақ көтере алдық. Кейіннен біраз ақша салдық қой. Бірақ бастапқысына сол жетті. Яғни идеяның актуалдығы және жобаны эффективті жасау. Мемлекет олай жасамайды. Сәйкесінше балалар көп жігіттер құртылады, ойлары құртылады. Неге десеңіз, мықты маман болудан қарағанда бар 500 миллионға тендер алу әлде қайда олар үшін дұрысырақ. Связь орнатып, тезірек алып алу дейсіз. Ал енді B2C, B2B-ді кім жақсы біледі деп ойлаймын. Негізі тапсырыс бойынша айттыңыз бір. Тапсырыс инэкспорт таза өзі нөлден бастап тапсырылып жасалған дүние болды да. Енді өзіңіздің мамандар жоқ. Иә, ол мен ойлағам жоқ, ондай жасатам деп. Біріншіден, енді әрбір адам посылкасын біз қазір Қытайдан және Түркиядан қабылдаған кезде қабылдады деп хабарлама келеді, Алматыға келгенде келді деп хабарлама келеді. Және барлық шаруа сол жерде жүргізіліп отыр. Енді мен бір рет ойлағам жоқ оны. Біз Қытайдан тауар жеткізумен айналыстық, посылкаларды әсіресе. Соны жеткізу барысы кезінде андай болды. Бір клиенттің тауары болады. Екі адамның аты ұқсас қой. Қарапайым ғана дүниеде. Кейбіреу фамилиясымен ұқсас шығып қалатын кез болады. Атын жазып жіберген, тапсырып алушы деген. Екі адам ұқсас, қайсысына жіберерін білмейсің. Ананы енді білу үшін немесе екеуін біреуіне жіберіп жібересің, немесе біреуіне жіберіп келесі біреу мен тауарым жоқ деп хабарласады. Ол кездері сол таза WhatsApp-пен жұмыс жасалған. Сосын бұны қалай шешеміз деген сұрақ кетті ең алдымен. Сосын ары ойлап, бері ойлап та, бұны біз егер бір жүйеге түсірмесек болмайды. 2019-дың көктемі жаңағы алдымен адамдардың әрбіріне бөлек код алу. Бізде инэкспорттың инэкс код дегені бар. Әрбір адам коды болады. Сол кодымен тауар келіп тұрады, қайталанбайды. Оны біздің сайттан тіркеліп алады, приложениеден қайталанбайды. Соны ең алғаш осы мәселені шештік. Код алса, ешкімнің тауар ешкімге кетпейді. Сол кодды жазғызса, клиенттің жауапкершілігінде жазғызса, біз дұрыс жеткіземіз. Сосын ең алғашқы бір лендинг пейдж сияқты кішкене ғана сайт пайда болды да, қазіргі приложение емес. Бұл біткеннен кейін келесі сұрақ не болды? Бір адамның атына көп тауар келеді. Қайсысы екенін білмей қалады. Немесе ол қай жерге келіп жатыр деген сұрақ болады да. Трекинг қостық. Біздің қазіргі инэкспорттың ең негізгі жүйесі сол әрбір адамның ID мен трекинг осы екі нәрседе да. Сол жаңа мамандар табу қиын болмады ма? Енді қызық болды. Бірінші мамандарды табу, IT бойынша мамандар табу кезде бір командаға жолықтым, бардым, тапсырдым. Бірақ егер сіз ең алғаш мен IT-ді ол кезде білмеймін ғой. Тек жасауға болатынын білемін. Сырттай қызығушы адаммын да. Тапсырдым, жасатып шықтық. Бірақ мен бер жағын көріп жүрттім. Ар жағы бардак болып жатты да оны. Мысалға, осы күнге біздің 3000 клиенттің ID-ін анықтай алмаймыз. 30 000 клиент бар. 3000 клиенттің ID-ін анықтай алмаймыз. Неге? Бер жағы бізге дұрыс көрініп тұр. Бірақ ар жағына келгенде кейінтінде біз push хабарлама жіберетін кезде және әрбір адамға ерекше өзіне тауар ұсынатын кезде қарасақ, бір адамдардың ID-ін анықтамаймыз. Соған байланысты телефон номер, оның дамиын біле алмаймыз. Неге? Ең алғашқы жасаған командадағы сәл бір олқылықтар болған. Бер жағын бізге әдемі көрсетіп жасаған, ар жағында бұл системада бардак бар. Бәрінде проблема. Мен толықтыра кетсем, бізде жаңағы сайт приложение жасайтын, заказға жасайтын компания бар. Соған заказдар көп келеді. Неше түрлі идеялар келеді, әдемі. Сосын өзінің компаниясына сайттар жасады, интернет-магазин жасатады әртүрлі. Олар жасайды, бірақ бір жылдан кейін жаңағы домен хостинг төлемейді, өшіп қалады. Не үшін десе, бізде халық дайын емес оны қолдануға.
Халық әлі дайын емес, олар түсінбейді қалай сатып алу, қалай қолдану керек екен. Және адам аз, сол үшін бізде IT проекттер жүрмей қалады. Ал мына пандемия бізге өте үлкен көмектесті. Халық кәдімгідей қолданып үйренді, WhatsApp-ты үйренді, Zoom-ды үйренді. Соның арқасында енді осы алдағы 1-2 жылда қатты дамиды деген менің үмітім бар. Мен жаңа жалғастыра кетсем, содан қызық болды. Бір қай жылға дейін, 1,5 жылға жоқ сол командамен жұмыс жасадық. Бірақ енді IT-дің командасы мен сол кезде байқадым. Егер бастайтын адамның жаңағы айтады ғой, іші кең барлық нәрсені сыйдырып жұмыс жасай алатын бүкіл жаңа командасындағы мықты программисттерді өз қажетін қанағаттандырып отыр, ұстап алатын дәрежеде болса, ол команда мықты жұмыс жасайды екен да. Ал сол мен жасаған командада сәл кемшілік болды. Жаңа ақша жағынан жетектеп жүретін адам өзіне көбірек ақша алып қойды да, мына жақтағы нелер аш қалып жатты. Қызметкерлер аш қалып жатты, сосын жағдайы дұрысталмай жатты. Ал мен де сол кезде көбірек ақша берем, керісінше маған мынау 1 миллион ба, жақсы 1 миллион жасайық. Қазірге дейін есептесем мен 55 миллионға 2019 көктемнен қазірге дейін 55 миллион кетіпті да соған, таза соны жасатуға. Ал көп ақша сол кездерде, ең алғашқы кездерінде артығымен кетіп қалған, бірақ жұмыс жасағанда бер жағы дұрыс, ар жағы дұрыс болмай қалған. Оны менің қатерім. Енді соңына келген кезде біз приложение алып шығадық. Қазір 30 мыңға жуық адам, кеше ғана 30 мыңға толып тұр. Күніне бір 300-400 адам қосылып тұр. Біз оған қуанып отырамыз енді. Өзіміздің жұмыс жөнінен ғана да. Енді мен қалай екінші рет сол нәрсені дұрыстап алдым деген сұрақ бойынша келдім. Мен командаға тапсырмадым екінші рет бұл проектіні. Жеке адамға тапсырдым. Сол команданың ішінде жақсы программист жігіт болды. Ол екеумізді қосқан не дегенде, енді мен ананың адамын алып кетуіме тура келді, бірақ алып кеткем жоқ. Екеумізді қосқан идея, анандай екеуміз осы тілге деген, мен өзім қазақ тіліне деген жаңағы жанашырлығым басқаша болғанда, бұрын не істейтін тіл туралы жатпай тұрмай жұмыс жасай бересің, өзі нені жақсы көресің десе андай ғой, бір жақсы көретін нәрсеңді ешкімнен ешқандай ақы тілемей жатпай тұрмай жасай беретін болсаң, ол сенің жұмысыңды. Сол туралы кезінде ағылшыншаны оқығанда бір сөйлемдер аударып, 1,5 айда 3 мың сөйлем аударғаным бар, қызық. Сол кезде мен өзім қызығушылығым сол жерде екенін байқадым да. Ал ана программист екеуміз бір сөйлескен кезде, осы тіл неге дұрыстамаймыз деген бір сұрақ кетті да. Біздің тіліміз неге жетім сияқты да? Қазақтың 20 миллион адам бармыз. 20 миллион кәдімгі көп деп санамыз. Біз өзіміз аз дейміз. 20 миллион аз емес не? Көп, иә. Көп деп айтуға болады. Неге біздің тіліміз жаңағы роботтар қазақша сөйлемейді? Неге туристтар қазақша сөйлемейді? Неге Яндекс? Ал енді Google'дар жасайды, жасағанында әңгіме жоқ, бірақ олар big dataмен жасайтындықтан қателік шығу мүмкіндігі жоғары. Яғни біздің бүкіл қазақшамыз жиып алады да, сонымен жасай салады. Сосын әлгі программист жігіттің екеуміздің ортақ бір ойымыз шықты. Бір клавиатура болса бізде. Сөйлейміз, жазады, жазғанды оқып береді. Әрбір қазақ бір-бірімен қиындықсыз сөйлесе алса, немесе бір қазақ бір орыспен, қытаймен сөйлесуге мүмкіндігі болса, клавиатурасымен ақ бұл жақта қазақша жазады, орысша түсіп тұрса, ағылшынша түсіп тұрса деген сияқты. Сондай бір ой болды. Неге біз осындай бір тегін продукт жасап берейік деп. Ол жігіт те оған қатты қызығады екен, және жасағысы келеді, бірақ бала-шағаны бағу керек. Мысалы, ол оған кіріп кетсе, ешкім оған ақша бермейді. Бала-шаға ашық қалады. Сосын айтишіктердің де бір проблемасы осы. Бір проектін жақсылап жасап кетейін десе, ақша келіп тұрады. Айлық төлейтін, ол бір нәрсе. Сосын бір жерге барып міндетті түрде жұмыс жасау керек. Негізі мүмкіндігі бар айтишіктердің өзі тек қана біреуге жұмыс жасаумен күнделікті тура келеді да. Өзі бір проектті алып жүргенге қарағанда. Ол жігітте сондай бір состояниеде жүр екен де. Сосын айттым, инэкспортты жаса, мен осы жерден саған ақша берейін, екеуміз қосылып, ананы бірге жасайық дедім. Ақша жағын мен шешем, сайт жаңағы бүкіл ядролық жағын жасап шығу мәселесін сен шешесің дедім. Содан келістік, 1,5 жыл жұмыс жасадық. Ол жердегі біздік инэкспортты белгілі деңгейге шығарып салу емес, ар жағында екеуміздің мақсатымыз қазақ тіліне бір еңбегімізді сіңіріп кетейін деген нәрсе болды да. Алданып тамағыма оны ұмытсам дейді, жаңағы болғандай жегенімнің бәрі харам деп кезінде кім айтқан екен, Ахмет Байтұрсынұлы. Адамнан туып, адамның ісін етпей,
ұялмай не бетімен көрге барам деген. Демек ол жерде қазақтың алфавитінде, қазақтың тілінде ең бір еңбегі сіңген, жүзеге түсірген адам Ахмет Байтұрсын дейтін болсақ, сол кісінің осы сөзі қатты әсер етті маған. Неге дегенде, біз не үшін жаңағы клавиатурамызда дұрыс емес, қалай бір қазақша жазу жасайық десек, кешіріңіз, өлер барлығы орысшамен кетеді. Иә. Осылардың бәрін айланып келген кезде қарадымда осы құндылық екеумізді қосты. Содан кейін бар осы Инэкспорт деген проекті шықты. Кәдімгідей қазір өзіміздің жұмысымызға пайдаланып, табысымызды тауып отырмыз. Және қаржылық жақтан екінші екеуміздің ана ұлы арманымызға бұл бір қаржылық нәрсесін шешіп тұрды. Сержан мырзаның жаңағы клавиатурасының бастапқы нәтижелерін көрдім. Өте керемет. Сөйлесеңіз жазып тұр, тексті оқып беріп тұр. Бұйырса оны ары қарай дамытса, оның болашағы өте үлкен. Тесла, сотка бәрі қазақша сөйлеу. Былтыр ондай болған. Бөкеңде осы тақырыппен қатысы бар. Негізі Бөкең бізді біраз жерге дейін апарып, жаңағы біздің еңбекті көрсетті да. Былтыр 6 ай бұрын біз аудионы айтатынбыз да. Ол былай лоуд болып тұратын. Біраз уақыт өзіне сақтап алып, сосын аударатын. Осы 3-4 күннің алдында жобам осы тақырып болған. Исламдық жобам ше. 3-4 күннің алдында не істедік дегенде, 3-4 күннің алдында айтып жатасыз, жазып жатады да. Сіз айтып жатасыз, реал тайм дейді ғой, нақты сол уақытта. Бұл егер осы нәрселер не үшін бұны айтқанды жазу, жазғанды оқу дегенде, мынандай әңгіме болды. Біз жаңа ақпараттық жағынан біраз кенже қалып тұрық қой. Неге біздегі осы IT туралы, не туралы, бүкіл ғылым туралы мақалалар аз. Қанша, мысалы 20 миллион қазақ, 20 миллион мақала жасақ та бүкіл ағылшынның, Қытайдың және басқалардың ақпаратынан аса алмаймыз. Бірақ сол дайын тұрған ақпаратты біз аударма технологиясы, жаңағы жазуды оқу технологиясы бойынша ауылда жүрген бір қарапайым қазақтың баласы бір өзінің қызығатын бір тақырыбын алады да, информациясын табады да, ағылшыншада тұрса да, орысшада тұрса да, қытайшада тұрса да, мынаны қазақша оқып бер дейді. Сол моментте сол нәрсені оқып беруге мүмкіндік алады да. Қазіргі 1,5 жылдық нәтиже соның бір жазуды, сөзді жазу бойынша 60%, жазуды оқу бойынша 10% нәтижесі шықты. Керемет, ол бана көзі дұрыс көрмейтін адамдарға да өте қажетті нәтиженің бірі. Жалпы сен айтып жатқан қазір клавиатураға дейінгі бір мәселені сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы клавиатураға дейін сенде бастапқы бір ой осы айтишник баланы мен жеке алайын деген ой болды, жеке өзіңе бірге істеуге. Жалпы өзіңді бір платформа, қазір бірінші сұрағым, өзіңнің жеке бизнесіңе IT платформаны қойғаннан кейін ол саған қаншалықты үстемақы ақша алып келді? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, сол бір платформаны дайындауға міндетті түрде бір жеке адам саған қарау керек пе, айтишник? Әлде аутсорсингпен де жасай беруге жалғасты бола ма? Жалпы осы туралы бір тәжірибелеріңмен бөлсеңдер. Бірінші, аутсорсингпен жасауға болады, егер бізде тәжірибе толық болған жағдайда. Мен өз бизнесін бүкілдей цифрландырып, өзім дайындап тұрсам, және аутсорсинг компанияға, айбектерге, кімдерге бар, маған мынаны жасап бер, мұнша ақша болады деп келісіп жасатып ала салуыма болады. Бірақ мен не болдым? Негізі стартап болдым да. Өте кішкене болды, жұмыстың да объемы кішкене болды. Сол кезде мен күнде проблема айтамын. Мысалға айтишіктен, мысалға сіздер маған бір приложение жасаңыздар, бір нәрсе жасаңыздар, бірақ мен күнде өзгерте берсем қалай болады? Жұмыс бітпейді ғой, дұрыс па? Дұрыс. Тиімділігі азайып қалады. Бұл жерде былай да. Негізі компания өзі IT платформа жасағаннан кейін, ол өзін IT компания деп негізі бірінші қабылдау керек. Егер сен IT компания ретінде өзіңді қабылдасаң, демек сенде IT көзқарастар болу керек. Ол деген сөз, басында мүмкін аутсорсқа беріп, кішкене идеяны тексеріп көруге болады, үстемақы бере ме, бермей ме. Егер үстемақы беретініне көзің жетсе, онда in-house дейді, үйдің ішінде. Жаңағы үйдің ішіне жинау керек. Сіз сол этапқа өзіңіз не түрде, бейсаналы түрде кетіп қаласыз ба? Мен сіз аутсорс берді, ол тексеріп көрді, жұмыс істейді, бірақ қателіктер бар. Жаңағы программист алды. Енді одан кейінгі этап сізде қалай болады? Анау бір өзі үлгермей кетеді. Сосын ол айтады, маған 2 адам керек, маған 3 адам керек, маған 4 адам керек. Сөйтіп үлкен бір IT команда пайда болады. Сосын ол 5-ші этабы ол адамдарды іздеуге рұқсат бересіз, бірақ ол таппайды. Сосын ол үйретеді. Сонда мен айтқым келгені, Инэкспорт бұл тауар тасуға көмектесетін логистикалық компания емес, бұл IT компания. Адамдар
офисқа келмей ақ тауарын заказ бере алады, офисқа келмей ақ тауарын ала алады. Бұл IT компания. Мысалы Додо пицца айтады, біз пиццерия емеспіз дейді. Біз IT компаниямыз дейді. Көрдіңіз бе? Біз Дарын онлайн басында білім беру деді. Қазір біз түсіндік, біз IT компания. Біз IT компаниямыз, біз просто IT компаниямыз білім беру саласында қызмет ететін. Сіз IT компаниясыз логистика саласында посылкалар жеткізумен, жаңағы өз маманына айтылса кәдімгідей түсінікті болады ғой. Айбек мырзаның айтқаны бойынша түсініп отырмын да. Демек, ол жердегі біздің жаңағы шешкеніміз не шештік дегенде, дәл өзіміз секілді тауар алып келетін, дәл өзіммен бірге бастап, бірге жасаған адамдар да бар. Бірақ біздің бірден бір ерекшелігіміз де сол приложениемізді. IT шешімде. Жаңағыда IT шешім қаншалықты үстемақы берілді? Қараңыз, енді мен нені үнемдегенін бір айтып алайын. Ол арқылы, мысалға, мен дәл қазіргі күніне Түркиядан 1000, Қытайдан 1000 посылканы жеткізу жағдайына жету үшін мен бір командамды ол кезде WhatsApp-қа жауап беретін адамның өзін 50 қылып тастауыма тура келеді. Жаңағындай объеммен жұмыс жасау үшін. Тек қана WhatsApp-та отырып 50 адам сол адамдардың бәріне жауап беру керек. 2000 бөлу 50 қанша шығады бізде? 40 адамға бір адам бір күнде жауап беріп болудың өзі оңай емес. Оңай емес. Ал приложениені шешкені бір-ақ адам. Приложениеде бәрі анық тұр. 40 есе болып тұр. Хабарлама барады. 40 адамның жалақысын үнемдеп тұрған. Объемды түсіргенде. Екінші, жаңағы ақша жағынан айтатын болсақ, енді ең алғашқы кезде көп кетеді, себебі ең алғашқы кезде клиент аз болып түсетін ақшасы. Бірақ сол кезде көбірек ақша жұмсауға тура келді. Бірақ қазір кезде, қазір пайдасы көп, IT-ға көбірек ақша емес, қалыпты өзінің нормасымен кетіп жатады. Ең алғаш бастағанда мен 1 миллион, 2 миллиондай кететін айына. Мынаны өзгерт, ананы жаса, мынаны жаса деген әңгімемен. Жоқ, ол дұрыс нәрсе, көбісі де қызы деп қатып болады. Кейін деп келгенде қазір стабильный сол 500 мың мен 1 миллионның арасы. Бірақ қазір бізде енді сервис қатты күрделі емес қой. Қатты оны бір форматын бизнестің өзгертіп жатқаны жоқ. Стабильный, сол тұрақты жұмыс жасап тұрса болды. Бір 500 мың мен миллионның арасында болуы мүмкін, кейде жетпей қалады. Бірақ соның өзі бізге күнделікті. Қазір күніне шамамен максимум 800 клиентке дейін жаңадан келіп қосылады. Соның бәрін сол приложение арғай шаруасын шешіп отырды. Ол чексіздік қой негізі, кете береді ғой. Иә. Просто ең бастысы сіздің жаңағы ішкі неңіз үлгерсе болды ғой, жаңағы физикалық складыңыз бәрі. Иә, сол жақтан проблема шығады. Мысалға, біздің салада қалай? Біздің салада бір 50 мұғаліммен, 30 мұғаліммен бір кішкентай офлайн центр ашатын болсаң, мүмкін бір 10-15 миллион табарсың айына. Ал енді біз 30 мұғаліммен қазір Нұрбақыт екеуміз 2 жылда 2-3 миллиард табуды көрдік. Демек бізде 100 есе де коэффициент, 100-150 есе. Енді жаңа ТЗ бойынша инхаус бен аутсорсингтің айырмашылығы не? Аутсорсинг бұл өзінің сізден бөлек тағы 2-3 проект алуға құқығы бар деген сөз. А инхаус деген ол сіздікі, үйдің ішінде. Енді инхаус болғаннан кейін қазір мынандай дамыған, оңай тілмен айтқанда, апта сайын идеяларды беру, апта сайын жұмыстарды жасау. Ал аутсорсингта сен бірден 4-5 айға қалған задача беріп тастау керексің да. Сосын оған барып өзгерте қойсаң, ол айтады, мен өзгертпеймін, болмаса ақша төле дейді. Көрдіңіз бе? Ал аутсорсинг ол әрдайым арзан. Себебі ол сізден бөлек тағы 2-3 тапсырма орындап жатыр ғой. Ал инхаус әрдайым қымбат, бірақ ол тек сіздің тапсырмаңызды орындайды, қалауыңызды жасайды. Күндіз-түні оятып аласыз. Сіз оны 10 рет өзгертсеңіз де болады. Енді өзгерте беру мәселесі. Бұл жерде мынаны түсіну керек. Мынау IT компания деп мойындайтын болсақ, оның менеджері, жаңағы басқарушысы, ол IT-ді жақсы түсіну керек. Мысалы, Сержан мырза IT түсінсе ғана, оның IT-ға кететін шығыны азайып, эффектісі көбейеді, тиімділігі. Сол көбісі кейде түсінбей кетеді, ананы істе дейді, ертесіне мынаны істе дейді. Бірақ былай қарасаң, әшейін жаңа бір нәрсені бүйтіп алып қойып, уақыт құртып, ақша құртып жатады. Керемет болды. Сондықтан ал негізі өзгерту мәселесі ол дұрыс, себебі өмір күнде бір орында тұрған жоқ қой. Мысалға мен неде айтайыншы, қаңтарда долларды неде платформада 460 деп қойдым мысалы да. Өзгеріп кетті ғой. IT-шінегі өзгерту керек оны. Дұрыс па? Өзгермесе минус. Өзгермесең минусқа кетіп қаласың доллармен. Айбек мырза айтқан бойынша, шынымен бірінші рет мен сондай болдым. Айтам, босаптан мынаны өзгерт деймін де, айтан жасайды бәрін. Әңгіме жоқ.
келесі апта мынау дегенде айтады сен алдыңғы апта айтқан мынау мен осы апта айтқан мынау екеуі мүлдем қайшы дейді. Қазір осы аутсорсингқа келсек, мысалы аутсорсинг бір IT компания болатын болса, ол сенің салаңды жақсы білмейді ғой. Мысалы менде логистика болатын болса, маған IT бір платформа керек болатын болса, менің ойымша бағанағы техникалық тапсырмалар білетін, қиыншылықтарын білетін, осы жердегі нюанстарын білетін адам болса, тіпті де бағанағы тиімді бола ма деймін. Сенде мысалы IT компанияңда жаңағы адам логистиканы жақсы біледі. Сол себепті сенде бағанағы тапсырманы орындау тездеу. Иә. Қазір келесі сұрақ мынадай. Дарын онлайн бойынша сұрақ. Негізі әдетте мен бизнесті былай қарастырамын. Жалпы тәртіп әлсіз хаос жерде тәртіп орнатып, сол тәртіптің иесі болсаң, сол бизнес әдетте жақсы жүреді. Ол нағыз бизнес. Ал енді сендер қандай бір проблемалар шешіп бердіңдер? Дарын онлайн мысалы пандемия кезінде өте жақсы көрсеткіштерді көрсетті. Осыған дейін, егер қателеспесем, миллионнан артық қолданушылар бар, иә. Ол енді қазақстандық табысқа жеткен ең үлкен бір платформалардың бір мақтанып айтуға болады. Ал енді қандай проблемалар шештіңдер? Қандай хаосты бір кішкене рет тәртіпке келтірдіңдер? Біздің ең үлкен шешкен проблемамыз бұл ауыл білімі мен қала білімінің алшақтығын жақындату. Мына қалада баратын балалар бар, оқитын жер көп. Және қалада тұратындардың әрдайым ақшасы бар. Содан кейін ол қалада тұрып, өмір сүріп, осында кетпей жүр ғой. Дұрыс қой, иә? Ал ауыл балаларында мүмкін ақша да бар, бірақ баратын жер жоқ. Себебі ауыл баласының несі білімі нашар болған себебі сол жердегі мұғалімдердің несі ғой, сапасының төмендігі ғой. Енді ол ақша беріп ана мұғалімге барса, мұғалім сапасы өсіп кетпейді ғой. Басқа баратын жер жоқ. Демек, Дарын онлайнның негізгі шешкен проблемасы бұл ауыл баласы мен қала баласының білімнің алшақтығын жақындату. Бұл үлкен хаос. Неге десеңіз 40% ауылда тұрады, 60% қалада тұрады. Енді екеуінің арақашықтығы екі жаққа кетіп қалған да. Біз соны жақындаттық. Пандемия бұл қай жақтан көмектестік? Біз пандемия кезінде біз Zoom, басқа да платформалар бұл білім беру платформалар емес. Бұл тек қана коммуникация платформасы. Онлайн кездесу ғана, иә. Және ол тегін емес. Ол $20 жаңа адам басына төлеу керек. Ал біз соны тегін және қолжетімді еттік коммуникацияны білім беру элементтерін қосқанда. Мысалы, тест тапсыра алады, тапсырманы орындай алады, бірден бағасын көре алады, бағалай алады, сол жерден үй тапсырмасын бере алады деген сияқты. Ал Zoom, WhatsApp деген бұл тек коммуникация жүйелері. Әрине оны Нұрбақыт мырза айтты ғой, цифрландыру деңгейі төмен болғандықтан бәрі WhatsApp-қа кетіп қала береді. WhatsApp зерттеу жасаған ғой. IQ-ы 20% жаңағы керекті көрсеткіштен асқан бәрі қолданылады. Біздің мақсат негізі WhatsApp сияқты қылу керек, бүкіл деңгейді. Жаңағы Каспи сияқты, WhatsApp сияқты қылу керек. Бірақ оны қылу үшін ондай деңгейде жаңағы ойланау керек та. Мысалы, айтишниктер өздері сияқты ойланып кетеді ғой продуктыны. Олар жаңағы ауылдағы мынау нені түсінбейтін, кері дегенді кнопканы түсінбейтінше ойлана алмайды. Және бір сіз тағы бір нені айттыңыз ғой, аутсорсинг туралы сөйлесеңіз. Бұл жерде негізі айтқым келгені, қазақтар екінші потенциалы Upwork, Топтал деген үлкен порталдар бар, шетелден заказ қабылдайтыншы. Негізі бізде бір 2-3 мың айтишник қазақ жігіттері болса, солар сырттан бізге 200 миллиондай кіргізе алады екен. Жылына да ақша. Доллармен. Ол доллармен. Ал енді шетелдегі компания үшін анау әрдайым арзан қазақтар. Және тағы бір статистика, анау негізгі айтишниктардың 70% өкінішке қарай орыс тілді. Қазақ болғанмен орыс тілді. Ол деген сөз, қаладан шыққан балалар көбірек әлде IT мамандыққа кетіп жатыр. Ауылдан келген балалар не білмейді, дұрыс мамандық таңдай алмайды, немесе жаңағы өзінің IT потенциалын аша алмайды. Сондықтан 30% ғана қазақ тілді мамандар. Содан кейін біздің Чоко, Каспи дейтін жігіттердің барлығы жаңағы қазақ тілді емес мамандар. Міне Инэкспорт, Дарын онлайн деп айта аламыз. Ішіне кірсең бір қазақтың несі шығып тұрады. Енді не бойынша Дарын онлайнның тағы бір шешкен проблемасы, бұл мемлекет 2013-те $250 миллион жұмсап, e-learning деген платформаны жасай алмаған. $250 миллион, өзіңіз ойлаңыз. Өте көп ақша. Бірақ енді бір қуанышты жағдайы, бұның шамамен 70%-ы хардты алуға жұмсалған. Компьютер, интерактивті тақта, серверге. Қалған 30% $75 миллион күйіп кеткен. Сол $75 миллион не үшін күйіп кеткен жаңағы айналып кеткен мемлекеттік ақша. Біз соны міне команда болып 75 миллионға жасап шықтық.
Енді біз соңында не шештік? Жаңағы арақашықтық жақындаттық. Коммуникация жүйелерінен қарағанда білім беру жүйесін мұғалімге ыңғайладық, оқушыға ыңғайладық. Үшінші, мынау білімді ауылда білімді жастар бар, бірақ ары қарай да өскісі келеді. Яғни оның деңгейі қаладағы баламен бірдей негізі, бірақ ары қарай олимпиадаға дайындалғысы келеді. Біз сол деңгейге өтіп кеттік те. Сонда білімді нашар, орта білімді және жоғары білімді балалар үшін бәрін қамтыдық. Ал оны қамту 7000 ауыл бар, мүмкін емес, офлайн. Сен ол үшін 150 000 мұғалім дайындау керексің. Біздің бүкіл 50 университет бар, жылына 7000 мұғалім дайындайды. Қалай үлгереді ол? Значит, 7-ні 20-ға көбейту керек. 20 жылда біз жетуіміз мүмкін. Бірақ тағы бір қызық статистика, 2025-те плюс 1 миллион бала мектепке барады. Ол да біздің бейби бумның көрсеткіші ғой. Бізде көп бала туылып жатыр, ол өте қуанышты жағдай. Міне қазір қараңыз, 11-ші класты бітіріп жатқандар биыл 150 000, бірінші сыныпқа барғанда 450 000. Мәселен. Пирамида. Керемет. Біз 30 жылда 1000 мектеп соғамадық, енді 5 жылда 1000 мектеп соғамаймыз. Демек, бұның шешуші жолы бұл EdTech, яғни Educational Technology дейді, білім беру технологиялары. Сонымен біз айналысып жатырмыз. Тек онлайн білім беру емес біздікі, білім беру технологияларын жасау. Оның ішіне онлайн да кіреді, оның ішіне мүмкін компьютерді жасауымыз мүмкін, сізбен бірге жаңағы мектептерге бейнетақта жасауымыз мүмкін. Сондай шексіз дүниелер бар жасау керек. Сол кезде мектеп, мемлекет жаңағы 1000 мектептің қабырғасына емес, ақшаның барлығын мұғалім дайындаумен технологияларға салғанда жаңағы действительно 4,5 миллион балаға біз сапалы білім беруді қолға аламыз. Нақты түрде. Керемет. Сіз сияқты мысалы платформалар жасап жатқан компаниялар саусақпен санарлық, осындай компаниялар қанша көбейсе, біздің бағанағы балаларымыздың білім деңгейі соншалықты көбеюіне бағанағы көзіміз жетеді. Ал енді келесі сұрақ Нұрбақыт мырзаға, жалпы осындай платформаларды орындауға өте көп IT маманы керек. Жалпы IT маман деген сөздің сөзі де керемет. Көп адам IT маман болғысы келеді. Ал енді IT маман болғысы келсе, сол жас балаларға кеңес ретінде қай университеттен, қай мектептен, қай курстан қалай оқыған абзал? Енді бұл жерде бір қызық айта кетейін. Дарын онлайнды басында IT маман, 2 маман жасадық. Біреуі мен және Арман деген жігіт болды. Ол сайтын жасады, мен приложениесін жасадым. Яғни көп IT маман керек болған жоқ басында. Бастапқы деңгейде жасауға. Ал сосын ары қарай, жаңа Айбек мырза айтып кеткендей, біз үлгермейміз, команда керек болды, тағы адам жинадық. Сөйтіп, қазір командамызда мысалы 20 шақты IT маман бар. Тек Дарын онлайн жасап отырған. Сосын жаңағы Дарын онлайнның тигізген пайдасы дегенді бір қоса кетірім. Біз білімді барынша қолжетімді еткіздік. Яғни оқушы онлайн сабақ оқып отырып түсінбей жатса, ол сол жерде мұғалімге звондап сұрай алады, кез келген сұрағын. Және ол мұғалімнің деңгейін таңдай алады, қандай мұғалімге звондағысы келеді. Төмен деңгей ме, жоғары деңгейдегі мұғалім. Сондай нелерді қарастырдық. Және өзінің тұрған ауылдағы жаңа районы бойынша қосымша сабақ беретін мұғалімдерді таба алады. Ең басты мақсатымыз білімді қолжетімді еткізу болды. Жалпы сен 2 бала жасадық деп айтыңдар ғой. Екеуің қайдан оқыдыңдар? Және 20 қазіргі маман бар ғой. Олар қалай маман болды олар? Мысалы, қай жерден алдыңдар? Олар қайдан шықты деген сияқты. Тегі қайдан? Мен бір тарих қоса салайыншы, Нұрбақытқа қатысты. 2013-те мен IT маман іздеп жатырмын. Сол Нұрбақыт келіп тұр. Нұрбақытқа айтамын, сен код жаза аласың ба десем, мен үйреніп жүрмін, есеп шығара аламын дейді. Қазір кімсің десем, ана үйде күзетшімін дейді. Сонда көрдіңіз, математикалық негізі болды да. Ары қарай мен Нұрбақыт қандай тапсырмалар бере бастадым. Адамның ойына кірмейтін бір 2-3 күнде жасау мүмкін емес ше. Ана айтам, қағанаттың несін жасау керек, анимациясын. Бір аптада жасап келіп тұрмын, мен сенген жоқпын ше басында. Енді ары қарай өзің Нұреке айтып берсең, несін. Сол оқиғаны айтып берейін. Мен 2-ші курста охрана болып жұмыс істеп жүрдім. Қосымша. Математикадан мықты болдым. Сөйтіп Айбек келіп, осындай мен IT компания құрып жатырмын. Осындай армандарым бар деп. Маған келесің бе деді. Мен ойландым, маған зарплата қазір бермейді. Мен мына жақта охрана болып 70 000 теңге тауып жатырмын. Барсам ба, бармасам ба деп. Бірақ бұл жерде бізді біріктірген біздің мақсатымыз бұл. Қазақстанда мықты қазақтардан шыққан IT компания құра аламыз деген, әлемдік деңгейде. Сол мақсат, сол Айбектің арманы менің арманыммен сәйкес келіп, сонымен мен жаңа охрана болған бәрін тастап, Айбектің қасына келдім, солай бірге бастап кеттік. Енді бұл жерде мен Казгуде оқыдым, Қазақ ұлттық университетінде. Жаңа екінші Арман деген жігіт IT университетінде оқыды. Ал мен айтарым, қай университетте оқыса да ол маңызды емес.
Ең маңыздысы бізде математиканы жақсы білетіндер бар, солар соны IT-ға айналдыра алу керек. Яғни математикалық негізі болса, соны IT-ға айналдыра алса, ол мықты программист болып шығады. Математиканы оқу керек қой соны түбіне. Иә, түбінде негізі бар адамдарға саған мынау керек деген бағанағы охрана болып отқан адамға саған мындай нәрсе керек, сен мындай бола аласың деп жаңағы тапсырма арқылы белгілі бір деңгейін байқайды ғой өзін. Мысалы бізде қазақтарда сол бар ғой негіз. Себебі абстракт ойлай алады, қиялдай алады да. Қиялдай алатын себебі ана жаққа қарап қойды қарайды, мына жаққа қарап жылқыны қарайды деген сияқты. Алысқа қарай алады. Тегімізде болған ғой, мысалы қойды санамай-ақ қарап мына ойым жоқ, істей салады. мына ойым жоқ, мына сиырым бір жоқ. тауыпты не бар деп жаңағы. Мұрында қызылы бар, кішкене. Біздегі программист енді түсініп жатқан сияқтымын да. Ол жасауын тез жасайды, бірақ ойланатын көп ойланады да. 2 күн ойланады, ары қарай 1 күн ба, жарты сағат па, 1 сағат па жасай салады да. Мен ойлана бермес, жасай салшы деп. Бізде мамандар көп болу керек ғой қазақтарда негізі. Алда Нұрдан Қойынбаевтың да сұрап отырмын, негізі біздің ойлау жүйемізде керемет таман жалпы далада өмір сүргенбіз ғой. Мысалы Нұрекендер айтады, жаңағы Москваға барған кезде юмор айтатын жігіттердің арасында қазақтар өте беделге ие дейді да. Негізі олардың ойлау қабілеті, күлдіру мүмкіндігі ерекше. Сол сияқты ғой. Математика қабілеті, ойлау қабілеті ерекше болғандықтан жаңағы IT саласында кеп тұр. Сол себепті бізде үлкен бір мамандарға потокпен шығаратын бір труба сияқты канал болу керек сияқты ғой. Сол именно каналды кім жасайды, қашан жасаймыз, қалай жасаймыз? Бұл жерде мен универлерді кінәлай алмаймын, енді олардың деңгейі белгілі бәрімізге. Бұл жерде мен 2 мәселе көріп тұрмын. Біреуі тіл білмеушілік, екіншісі сол жаңа жастарға бағыт көрсететін адамдардың жоқ болуы. Мысалы, ағылшын тілін білсе, қазір интернетте бәрі қолжетімді. Мен мысалы, маған ешкім үйреткен жоқ. Мен өзім бәрін YouTube-тан үйрендім. Айбек айтады, 2014 жыл. Нұрбақыт, сен мобильный приложение жасауың керек. Мәссаған, ол не нәрсе? Қазақстанда ондай адам жоқ. Білмейсің оны жасауды. Білмеймін не екен. Бірақ YouTube-тан іздеймін, қытайша іздеймін, ағылшынша іздеймін. Сөйтіп табамын, қалай жасау керек. Сол анау не жасайды, соны жасаймын, бір қайталап отырамын. Түсінбесем де жаза беремін, не жаса соны. Сөйтіп артынан оны шұқылаймын, мына жерін өзгертіп көремін. Сөйтіп түсініп алдым мен. Сөйтіп үйрендім. Солай барлық студенттер қазір мысалы колледжде оқып жүрсе де үйренуге болады. Оқымайтындар да үйренуге болады. Өздігінен үйренуге. Иә, өздігінен үйренуге. Тек соларға бағыт көрсететін адам болу керек, және тіл білу керек. Негіз болу керек қой, жаңағы бәрі математика. Қабілет. Анау программисттер айтып отыр ғой, индиялықтарға рахмет деген бір сұрақтары бар екен ғой сіздердің. Себебі Индиядан көп нәрсе шығады ғой. Жаңағындай шешімдерді көп айтып береді екен да, YouTube-ға салып қояды да. Олардың өзі қызық. Ана не бойынша Нұрбақыттың қасындағы Арман деген жігіт бойынша, ол да былай қарасақ, қазір біздің серіктесіміз ол да. 1-ші курстан бастап не істей берген ғой, үйрене берген, анаған барып, жұмыс істеймін, мынаған барып, жұмыс істеймін деп. Сол қазіргі деңгейде біздің енді компаниядағы үлкен IT директорға айналды. Нұрбақытқа да бір нәрсе айтасың, жаңа үйреніп келеді, бірақ барлық IT-шник ондай емес негізі. Бұл жерде қоса кету керек. Негізі біздегі жетіспей жүргені кішкене самодисциплинада өз-өзін жаңа бүйтіп көтеріп шығу. Бір еврейлерде мақал бар екен, сені біреу көтерсе емес, сен бүйтіп өзіңнен шығып, алдында сізден дейсің, өзіңді өзің көтер деп ше. Соны жаңа бір кітаптан оқыдым, сол не туралы, Израиль туралы кітаптан да. Енді айтқым келгені біздегі үгіт насихаттың жетіспеушілігі қазақ тілді қоғамға IT мамандықтары туралы толық түсіндірілмеуі, осы жаңағы трубаның соғылуына кедергі болып отқан. 70% орыс тілділер дедік қой. Сәйкесінше олар қалада тұрғаннан кейін комьюнити барды. Осылай жиналып сөйлесе алады бір-бірімен, ойын бөлісе алады дегендей. Ал ауылдан шыққан жаңағы 30% қазақтар, ол ауылдан келген балалар, случайно түсіп кеткен балалар бар IT-ға ше, грант деп. Бірақ күшті код жазып кеткендер бар арасында. Нұрбақыт сияқты жаңағы математикасы мықты болып, охрана болып жүріп, осылай түсіп кеткен балалар бар. 30% балалар көбінесе кездейсоқтықпен келген да. 70% балалар кәдімгі дайындалып келген. Мен ойлаймын, бізде қаншама телеканалдар бар, қаншама дүниелер бар, және осы каналдың өзі қазір үгіт насихатпен айналысуда. Қазақ тілді көріп отқан оқушыларға, студенттерге, балаларға. Осындайлар көп керек қой. Бірақ біз кезінде жылайтынбыз, меломанда қазақ тілді кітап жоқ деп. Мен 2 күн бе, 3 күн бұрын меломанға кірдім. Бір 30-40% қазақ тілді кітап болып кетті қазір. Яғни бұл заман талабына сай бұл өзгереді. Себебі мынау 4,5 миллион оқушымен санайтын болсақ, биыл 75% ұбт-ны қазақ тілінде тапсырды балалар. Демек 75% қазақ тілінде оқиды. Енді мынау туылып жатқан балалар Түркістан, Тараз, Жамбыл, Алматы облысы, Қызылорда жақ, оңтүстік жақ. Демек қазақша сөйлейтіндер одан да көбейеді.
Демек бәрібір осындай каналдар көбейгеннен кейін енді мемлекет жақтан бір нелер жүйелі түрде реформалар жасалса, онда IT мамандар, қазақ тілінде сөйлейтін мамандар көп болады. Олар өзіміздің нарықты жабады толықтай, сыртқа жұмыс істейді және сырттан ақша кіргізеді, жаңа аутсорсинг жасап. Мемлекет жағынан жасалмай жатса да өзіміз шетінен жасаймыз дейсіздер. Белорустар айтады ғой, неге дейді, біз бір СССР болдық дейді, кеңес одағы. Бізде бірдей білім беру жүйесі болды дейді. Неге біздің IT-міз мықты деген кезде олар айтады, всему виноваты, бәріне кінәлі мұнайдың жоқтығы дейді. Олар айтады, белорустар мен украиндар сөйтіп айтады. Біздегі, мен айтушы едім, тағы бір біздің IT мамандардың әлі толыққанды потенциалын орындамауы кінәлі мұнайдың көптігі. Мұнайдың көптігі. Қызық. Мұнайдың көп болғаннан кейін госақша көп. Госақша көп болғаннан кейін мықты IT маман өз стартабын құрып қайтеді, қиналып. Министрлік құрылды ғой бізде цифрландыру деп. Сол кезде мен ойладым, неге бұлар атын олай қойды деп ше. Неге IT министрлігі емес, трендта болу үшін. Сөйтіп зерттесем, негізі ойлары дұрыс. Digitalization деген цифрландыру. Бұл деген сөз, цифрландыру дегеніміз тең, бірінші жүйелеу, сосын автоматтандыру екен. Біз автоматизацияға кетіп қала береді екенбіз. И көп айтишниктің мынау не істейді ғой, жанып кететіні қиналып. Ана келіп тұрған тапсырыс беруші оның өзінің бизнесі жүйеленбеген. Жүйеленбегеннен кейін жаңа өзгертулердің де көп болады, мысалы бастапқы кезде. Одан кейін ана айтишник негізі автоматтандырумен айналысу керек. Ол жүйелеумен де айналысып кетеді ана бизнесін. Ой, бұл дұрыс емес деп жаңа екеуі бүйтіп дауласып. Сонда цифрландыру деген министрлік құрылды бізде, Бағдат Мусин басқаратын. Бұл негізі көп мемлекеттік органдарды бірінші жүйелеу керек. Неге ол мысалға анадан барып жердің учаскесін алу үшін барып анаған бару керек деген алып тастау керек та. Соны жүйелегеннен кейін оны автоматтандырса, сонда ол цифрланады екен. Толықтайшы. Яғни автоматтандыру үшін алдымен жүйелеу керек. Бизнес процестер жүйелеу керек. Жүйе болмаса да бағанағыдай бір нәрсені жасап шыға салу деген қиын. Мысалы көп бизнес процестер оңай тілмен келтіретін болсақ, мүмкін сіздің неде бизнесте келтіретін болсақ, логистикада. Мысалы тауар келу керек, жүк. Жүк келу үшін алдына бірінші брокерлік мүмкін не дайын болу керек. Құжат па, ол дайын болмай сен ана трекингін қалай көресің сен? Трекингі 20 күн деп тұрады. Негізі құжат дайын болмаған, шекарадан тауар өте алмай тұр. Оны айтишник түсінбейді, жаңа өзіңіз айтпақшы. Оны бірінші жүйелейтін адам керек. Жүйелейтін ол бизнесменнің өзі. Немесе қазір бізде McKinsey, Big Four дегендер бар ғой, солар соған кіріп жатыр. Басында финансовый аудитта еді олар. Қазір уже комплексный бизнеске кіріп жатыр. Себебі бөкең айтпақшы, қазақтардың бизнесі кенжелеп қалып жатқан себебі айтишник тапқанның өзінде бизнесі жүйелі түрде әлі жұмыс істемейді. Кезінен бастап істеп жатыр, 10 жылдық тұрақты клиенті бар. Қарым-қатынасқа тәуелді ғой. Қарым-қатынасқа тәуелді, бизнес өлмейді. Бірақ IT-ді қосса ол жаңағы үстемақы болады деп ойламайды, қосымша. Сондықтан олар IT-дің бізге әлі керек жоқ деп ойлайды, бірақ қазір көп кісілер түсініп жатыр. Мен осыдан біраз бұрын бір 10 шақты ағалармен шай ішкен кезде түсіндім де. Ағалар айтады, бізге кризис әсер етіп жатыр. Мен айтамын, аға, бізге кризис әсер еткен жоқ. Сіз 10 жылдан бері тек қана құлап жатсыз. 10 жылдан бері кризис болып жатқан жоқ қой бізде. Сізде просто жүйелеу мен автоматтандыру жүйесі қойылмаған. Оны тіке мойындау керек. Мойындаған кезде өзгеріс басталады адам. Соны аға айтады, мен мойындай бастадым. Маған осы жүйе керек. Жүйелеу үшін не істейін дейді. Былай қарасаң, оң жағында бухгалтер әйелі, сол жағында қарындасы юрист. Қалай олар жүйелейді? Бірінші содан бастау керек. Ауыр тиіп жатыр да. Сонда мен айтқым келген мынада ғой. Біздегі IT-дің тұрақты дамуы үшін бірінші бизнес жүйелену керек. Жалпы компанияларға IT-ді енгізу үшін. Одан кейін оны автоматтандыру керек. То есть жүйелеу деген бұлар архитекторлар, жүйелейтіндер. Ал автоматтандыратындар бұлар құрылысшылар. Сонда біз құрылысшыларға архитектураны да беріп тағамыз ғой. Мынау зданияны өзің салып, өзің біліп салып. Мынау керек. Түсінікті. Керемет. Жалпы өздерінен басқа, мысалы Дарын онлайн бар, Инэксперт бар, табысқа жеткен өздерінен басқа және қандай мысалдарды келтіре аласыңдар? Қазақстандық әрі жүйеленген, әрі автоматтандырылған IT платформасы бар. Мысалы колесаны мен ұнатам. Әрине аты да ішіндегі жігіттер де қазақ тілді жігіттер емес, бірақ жасап жатқан дүниелері өте мықты. Қазір Өзбекстанға кіріп, автоүйлен деп Өзбекстандағы нөмір 1 автокөлік сайтына айналды.
бұрынғы нарықта шығартса өздері жаңағы бұрында оларда нарықта да болмаған болмаған ойыншылар. Бірақ қазір автоүйлөнүүбүз Өзбекстанның бірінші жаңа колесасы, бізде колеса бірінші ғой. Оларда колесаның Өзбекстандағы несі, оларда да бірінші оқыды. Каспийді бәрі біледі, дұрыс па? Бұдан басқа, мынау қазір Арбуз KZ деген жігіттер Америка Құрама Штаттарына Денверден ашып отыр. Арман Сүлейменов, сосын жаңа Алексей Ли деген жігіттер. Көрдіңіздер ме, Қазақстанда тексеріп алды, одан кейін жаңа неден барып ашып отыр. Экспорт қой, идеяны экспорттады. Түбі бәрібір ақшаны учредителдер көтседі, учредителдер дивиденд тағанда, ол қазақстандықтар ғой. Ақша бәрі түбінде Қазақстанға келеді. Сонда ол мен әзірге нақты біліп тұрған осы екі не компания. Одан да басқа енді компаниялар баршылық шығар. Бірақ нақты результат көрсетіп отқан жігіттер осылар. Өнімді экспорттап отқаншы. Ал енді Қазақстан ішінде жақсы көрсеткіштерге жетіп жатқан, мүмкін ол Чоков фамилия шығар. Біршама өнімдері қазір қолданыста адамдардың. Басқа білмеймін. Жалпы жаңа жақсы айтып өттің, жалпы автоматтандырудан бұрын жүйелеу керек деп. Жалпы енді қателіктерге келейікші. Жалпы компанияны жүйелеу үшін, автоматтандыру үшін IT маманы алып, осы жоғары деңгейге жеткізу үшін қандай бір қателіктер болып қалуы мүмкін? Көбінде негізі қателіктермен бөліскендерімізде дұрыс сияқты, мысалы өздерің бірден 100% онда жетістікке жету қиын ғой, бір шалынып, бір тұрып, солармен кішкене бөліссеңдер өздерің. Қандай қиындықтардан өттіңдер, қандай қателіктерді бастан кешірдіңдер? Сіз бастаңыз, Айеке. Жалпы бизнес саласында ма? Бизнес саласында және осы IT саласы. Барлықтарында енді IT компаниясылар ғой негізі. Қандай кезде оңай сүрініп қалдыңдар, басқалар сол сендер сүрінген жерде басқалар сүрінбеу керек қой енді. Қазір есіме түсіп отырған бір зат болып тұр. Біз негізі IT компания болып бастап құрылдық. Бірақ белгілі бір деңгейге жетіп ақша тауып бастаған кезде біз басқа салаға кетіп қалдық. Сол біздің ең үлкен қателігіміз болды. Біз барбершоп аштық, PlayStation аштық бірге. Фокусты жоғалтып алдыңдар. Сол кезде біз банкрот болдық. Сол біздің ең үлкен қателігіміз болды. Сол қазір есіме отырған. Уақыт дейсіз ғой, сол кезде уақыт. Жүйелеу бойынша былай ғой. Архитектордың жұмысын құрылысшы атқармау керек, құрылысшының жұмысын архитектор атқармау керек қой. Бұл жерде нақты шатастырмау керек. IT маманы бұл белгілі бір деңгейде архитекторға айнала алады. Ол өзінің жаңа қалауына байланысты. Бір жігіттер бар, код жазып отыра бергісі келмейді, шыққысы келеді, айтқысы келеді ойынша. Біздегі қателік сол болды. Біз екеуін орнына ауыстырып тастай береміз де, айтишникқа мнениесін сұрай береміз, ол мнение айта алмайды. Одан кейін ол да ұялады. Сосын керісінше архитекторға аламыз да, сен де барып кодты қара деген сияқты. То есть бізде даже архитектор деген көбісінде оған болмайды ондай. Басында жаңағы бизнестің құрылтайшысы өзі архитектор болады ғой. Мысалы сіз Golden Bridge'да сіз архитекторсыз. Бірақ сіз IT элементтерді түсінбейсіз. айтишниктермен сөйлесу тілін білмейсіз. Содан кейін сіздің мықты жүйелеп тұрған бизнесіңіз оларға ұнамайды. Олар айтады, жоқ, мынау қате. Солай бір-бірін түсінбеушіліктен жаңа қателіктер көп болады да, көп уақыт ақша жоғалады. Мен айтқым келген былай ғой, сіздің жүйелеп тұрған бизнесіңіз шынымен жүйелі болатын болса, онда бизнес процестері нақты болу керек. Мынау былай, мынау былай, мынау былай. Егер бизнес процестеріңіз нақты болса, оны айтишниктер бірден қабылдайды. Себебі олар негізі IT мамандар ма код жазатын? Олар да творческий адамдар ғой. Ақындар сияқты. Ақындар жаңағы немен қаламмен не жазса, өлең жолдарын жазса, бұл кісілер клавиатурамен код теріп береді. Ұйқастырып, үйлестіріп, өлең жазып береді. ұйқастырады. Ақындар бұлар. Просто клавиатурамен кодпен жазады да. Айырмашылық сол. Ал енді бұларға ұйқасты мүлдем ақындықты түсінбейтін адам келіп айтып тұрса ұнамайды ғой. Жаңағы бойынша IT жүйелеу бойынша егер жұмыста болады, жай қарапайым тілмен айтсақ, қайталана беретін кешке дейін, күндіз кешке дейін, мысалы біздің жұмыс айтсаң, тауарым келді ма деген сұрақта, тауарымызды қабылдап алдыңыздар ма, жетті ма деген екі сұрақ. Ең көп қойылатын, 80% осы сұрақ қойылатын. Сен саған тауарым берген адам әрине сол екі сұрақты алдымен сұрайды ғой. Тауарым складыңа жетті ма, Алматыға жетті ма, Қазақстанға жетті ма деген сұрақ. Осы сұрақты сол программамен шешілді да. Ал енді бір нелер бар, программамен шешілмейді. Бізде эксперттер болады, бір клиенттер тауар сұрап келеді. Қытайша білетін бар, білмейтін бар, көп адам білмейді ғой.
соны эксперттер отырып оның тауарын Қытайға шығып байланысқа шығып әрбір деталмен сөйлесіп береді. Оны біз қазірге оны автоматтастыра алмаймыз ғой, себебі ол жерде адам мәселесі бар да. Оны әрбір деталын сұрайды, мынау мындай ма деп біледі. Мысалы сайтқа ол тауарды салып қойған күннің өзінде 100% толық ақпарат болмауы мүмкін да. Ал ол кезде оны автоматтастыра алмады да. Керісінше бағанағы 80% сұрап, мысалы тауарым жетті ма деген нәрседен инэкспорт пайда болды. Сол сияқты жүйелеу үшін ең алдымен IT-мен жүйелеу үшін адам бар жоқ оған әсері жоқ болу керек. Сол сайттан неден хабар ала алу керек адам. Клиент болды. Қарапайым ғана тауар жеткен жетпеген кодымен теріп біле салу керек та. Ол жерде менеджер қойып қажет емес, сол сайт шешіп отыр деген сөз. Бұл жерде Зеки анау Google біз үшін бенчмаркинг та, жаңағы бенчмаркинг деген біз соған қарап қызығамыз. Себебі почтада да номер 1 бола алды, видео хостингпен де мықты бола алды, іздеу жүйесінде де мықты бола алды. Вроде фокустары тарамағанмен бүкіл жерде кірген жерінде әйтеуір 70-80%-ында сәтті өнімдер жасады. Google осы проблеманы бүйтіп шешеді. Адамдарды сразу екіге бөледі. Біріншісі өздігінен барлығын қабылдай алатын адамдар, екіншісі әрдайым бір көмек сұрайды немесе өзіне сондай ұнайтын адамдар. Сізде мысалы тарифті екіге бөле салу керек та негізі. Өздігінен жаңа сұрақ жоқ адамдарға мындай тариф, сұрағын көп адамдарға мындай тариф деп. Сол кезде мынау ақшаны төлегісі келмегендер мына тарифқа өзі ауысады. Ана жүйеленеді бизнес ше. То есть сізде қазір 100 адам жүр ғой, 80-і жаңағы 20-сында сұрақ бар постоянно. Оны екі тарифқа ауыстырып тастасаңыз, ол өзі ойланады. Мен осыны сұрамай-ақ өзім біле салайын да деп ше. Интернеттен қарай салайын, шұқылап көрейін кішкене. То есть жалқаулықтан неге ана не еңбекқорлыққа қарай ауысады да несі, ойлау жүйесі. Сол кезде ол автомат сіздің неңізге нагрузканы азайтады. Ана жақпен сөйлесіп отыру процесін ше. Осы ғой жүйелеу деген осы примерно сәл ойластырып, оны Google негіз жүйелеуден шынымен алдына жан салмайды ше. Көп нәрсені бүйтіп тұрады да шешіп тастай береді. Жаңа бір проблеманы сөйтеді олар жаңа целый 30 тілде өзгертіп жіберіп жатыр да, сфераны ше. Бұрында мысалы почтаға кіру қалай еді, Gmail деген. Почтаға кіру үшін жаңағы логин, паролін тересің, бүйтесің. Google жаңағы басқаша істеп тастады. Кәдімгі өмірдегі почтаны алды да, кішкене цифрландырып, автоматтандырып, кәдімгі почтаны шығарды. Іздеуде де солай. Адам ақпарат іздеген кезде 4-5 адамнан сұрайды. Бөке ана жерді білесіз ба, мына жерді білесіз ба деп. Сөйтеді де соның ішінен өзі бір жерді таңдайды. Google'да да кіресің, оның нұсқа шығарады да. Жүйеледі да ол, жүйеледі, сосын автоматтандырды, содан кейін ол мықты не болды, өнім болды. Google демекші, Айбек мырза айтып отқандай, Google'дың продукттері өте көп, оның үстіне сәттілер де көп. Бірақ бірімен қыстыра кететін жалпы Google'дың өзінде сәтсіздікке ұшыраған тұрған продуктысы сәтті болған продуктысына қарағанда 10 есе көп негізі. Бірақ оның бәрі айта бермейді. Сол себепті бағанағы IT-шнеке жігіттер болсын, жаңағы бизнесмендер болсын, жалпы бірнеше рет мұрнынан жеп қалсаң да егер сәтсіздік болса, оған қарамай жаңағы қазақша айтқанда переберу керек сияқты. Алға қарай қанша көп продуктын шығарсаң, сол бағанағы жеңіске жететін продукттың ықтималдығы сонша көп болады. Бірақ енді бір нәрсе ұмытпау керек қой. Алдағы бастапқы 5 жылда Google тек қана іздеу жүйелерін дамытты. Және соған рекламаны дамытып ақша тапты да. Тауылды. Одан кейін уже ақшасы көп, ақшасын былай қарағанда 1 жылға жететіндей жинап алды да. Одан кейін уже жаңа кіре бастады да. Біз жаңа Нұрбақтың айтқан қателігі, біз 1 жылға жететін ақша жинамай басқа нәрселерге кіріп кеттік. Өте жақсы кез. Жалпы нарықта ақша табылмай жүрген, бірақ әйгілі платформалар көп. Атын атып жөн демей қойын. Ол туралы не айтасыңдар? Жалпы жаңағы айтқаныңыз бойынша пайда табу керек. Бірінші неде. Пайда тапқаннан кейін бастап жаңа заттарға шыға беру керек. Дұрыс па? Иә. Енді мен былай ойлаймын, IPO деген бұл адамзаттағы ең үлкен ойластырылған неде қалай айтса болады? Жүйе? Иә, ойластырылған жүйе. Көмек. Иә. Мүмкін ол жақсы идеялар. Алаяқтық жүйе де болуы. Себебі Uber'ді қарасаң, Uber'дің бір сериалы шықты осы жақында, Нұрбақыт екеуміз көріп отырмыз. Компания минуста, бірақ бағасы өсе береді. Былай қарайтын болсаң, анау бір күні основатель немесе директорлар бәрін тастап кетсе, анау бүкіл ақша күйіп кетейін деп тұр да. Енді Тесланы қарайық. Мысалы Toyota, Mercedes үшеуін қосқанда бағасы жетпей жатыр да. Бірақ әлем бойынша ана Тесланың шыққан миллион есе көп машина көп жүр. Неге олай мысалға? Қанша дегенмен IT-дің несі құдіреттілігі бар, бірақ дегенмен жаңа пузыр дейді ғой. Пузыр да бар да. Яғни мынау табысы аз, бірақ несі обороты көп, табысы минус компаниялар
бәрібір де ойлану керек негізі. Біз оны Қазақстанда не үшін ойланып жүрміз? Себебі нарық кішкентай, біріншіден. Екіншіден, ары қарай өмір сүру керек қой. Инвесторлар келе бермейді Қазақстан нарығына. Келіп ақшаны бере бермейді. Мүмкін андай үлкен компанияларда берілуі мүмкін ондай ақша. Бірақ енді финмодель деген бар да. Мысалға 3 жыл басында минус болып келе жатып, 4-ші жылы риски өсіп кетуі мүмкін. Мысалы Глобода сондай болған. Каспийда сондай болған. Каспийда 2007-тен 15-ке дейін тек қана табысы несін жаппаған ғой, шығын. Ona Bering Востоктан инвестиция алып и бірден ондай компанияларда риски не болу керек, өсім болу керек. Себебі халықты үйретті да 7 жыл бойы. Енді халыққа енді болды онда уақыт 100 теңге төле десең, ол төлейді да вообще. Ал бірақ 100 теңге төлейтін адамы 10 миллион да оны. Демек қанша болды? Миллиард теңге түсіп жатыр да. Ал оның шығыны 70-80 миллион. Уже бірден несі өсіп кетті, EBITDA дейді ғой, таза пайдасы. То есть мен айтқым келгені, кез келген IT проект минус, бұны сен түсінбейсің деп жастар ойлауы мүмкін. Я оны көп инвесторлар түсінбеуі мүмкін, бірақ сіз шынымен дәлелдей алсаңыз, оның сондай өсім бере алатын. Онда ол дұрыс. Ал егер әрдайым минуспен жүре беретін проект болса, оны меніңше бір асыраушы табуы мүмкін, 2 асыраушы табуы мүмкін, 3-ші рет ондай асыраушы табылмайды. Міне Uber мен Яндекс Таксиді салыстырайық. Uber Қазақстанда түбі өлді, Яндекс Такси алып болды. Яндекс Go, Яндекс деген компания әрдайым негізі таза пайданы ойлайтын компания. Олар түбі бәрібір жеңді. Қазір Uber'дің мысалға әлем бойынша тұратын бағасы көп болғанмен Яндекстің әлем бойынша таза табатын пайдасы көп. Көрдіңіз бе? Мен ойымша тиімділік бұл жерде бәрі таза пайдаға келу керек. Бірақ 1 жыл мүмкін болмай қалуы мүмкін, себебі қайтып өз ақшасын өзіне салады. 2 жыл болмауы мүмкін, бірақ енді 10-15 жыл ондай мүмкін емес қой. Жалпы соңғы уақытта бір тренд бар. IT компаниялар 2 компания мені сатып алсын деп ойлайды, 2 компания деп. Бір компания мемлекет, яғни мені сатып алса екен осыларды. Екіншісі мені Каспий сатып алса екен, Каспийға кіріп кетсем екен. Қаншақты шындап? Жалпы әдетте қаншақты дұрыс? Бағана өздерің IT мамансыңдар, соны сұрап жатырмын. Әдетте мысалы, ал менің өзім жеке ойым, алдымен бір өзіңде жүйелі орналасқан, ақша тауып жатқан клиенттік базаң бар бір дәстүрлі бизнесің болса, сол бизнестің үстіне үстемақы төлейтін бір платформа қалыптастырсаң, сол платформаны басқа саған ұқсас бизнесмендер қолданылатын болса, менің ойымша қазақстандық IT мамандарына дұрыс сияқты енді менің кеңесім. Жалпы өздерінің ойларын қалай ол туралы? Енді бұл жерде сіздің айтқаныңыз дұрыс қой, бірақ бізден басқа дамып кеткен елдердің бәрі барлық IT решениені тауып қойған да негізі. Біз тек соларды қайталап істейміз IT жағынан. Сол себепті жаңағы кейбір идеялар бар, ол сіздің бизнесіңізге қатысы жоқ, бірақ ол бір 3-4 жылда белгілі мөлшерде қолданушы жинай алатын болса, ол успешный деп ойлаймын мен. Өйткені IT проекттің ол табатын ақшасына емес, көбірек қолданушысына қарайды инвесторлар. Егер ода көп қолданушы болса, ода ақша табуға болады. Бастапқы 5-6 жыл таппауы мүмкін, бірақ бір күні бір продукт шығарсаң, сол жерде мысалы 5 миллион адам бәрі сатып алады. Сол үшін IT проект, ақша таппай жүрген проекттерді успешный емес деп айтуға әлі келмейді. Жоқ, сізде Болатбек мырза, ерте ма кеш па сіз бәрі келесі оған. Ерте ма кеш па бәрі кезінде не компьютер болады деген кезде, компьютер шыққанда адамдар не істейміз оны деп ойлаған. Қазір любой офисқа барыңыз, компьютер бар, Бар, себебі ол арқылы ақпарат жібереді, қабылдайды, тереді. Міндетті түрде. Тура сол сияқты ерте ма кеш па тапсырыс беру сіздің компанияңызға, қаржылық құжаттарды электронды алу, барлық келеді. Бірақ соны сіз басқа бір конкурентіңізден аласыз ба, ол кезде сіз тәуелді боласыз. Сіздің ақпаратыңыз толыққанды біреудің қолында бар. Екінші өзіңіз жасап, наоборот керісінше конкуренттерді соған отырғызасыз ба деген әңгімені. Жоқ, мен түсініп отырмын. Мен жалпы сұрағым, қазір бәріміз бір нәрсені айтып жатқан сияқтымыз. Менің ойымша, кейбір IT мамандар бар, бағанда 100 сияқты приложение жасайды, біреуі де сәтті емес, осы уақытқа дейін. Ал енді менің тезірек ықтималдықты арттыру үшін алдымен бір адамда бизнес болса, яғни дәстүрлі бизнес болса, сол дәстүрлі бизнестің үстіне үстемақы беретін бір платформа қалыптастырса, мысалы мен логистикалық платформа болсам, сол логистикалық компания болсын, логистикалық компания мені жеделдететін, тез ететін, ақшамды үнемдеп беретін бір платформаны қойсам, сол платформаны мен сияқты ұқсас логистикалық компаниялардың бәрі қолданылатын болса, бір проблемасын шешіп берсем, сол бір дұрыс сияқты ма деймін да.
ал мен қаншалықты мысалы бір біріне ән айтуға заказ беретін не бар, приложениелер бар, app бізде көп, қаншалықты олар ақша табады? Реал өмірде қолданыста жоқ, бірақ онлайнда бір қолданысы бар қылып шығарған ғой. Сіздің кейсіңізде екі компания бар, біріншісі Каспий, дәл солай. Офлайн банк, классикалық банк, IT шешімдерді қондыру арқылы финтех жасады. Екінші бұл Авиата деген, Трансавиа деген билет сататын кішігірім компания. Жаңа Алексей Ли келеді оған. Давай, екеуміз бірігейік, қондырайық, сен мынаны түсінесің, мен мынаны түсінемін, содан Авиата шығады. Керемет. Көрдіңіз бе? То есть сіздікі негізі дұрыс. Сіздікі дұрыс. Тек жаңағы мықты енді сіздің сыңарыңыз болу керек бәрібір де. IT-ді түсінетін, IT-ді басқара алатын ше. Себебі сіз мынау жүйелеумен архитектор болып жүре бересіз, бізге құрылысшыңыз керек те, оңай тілмен. Жалпы біздің әңгімеміз біраз уақытқа дейін барды. Жалпы өзімізде бана қазақи подкаст болғандықтан әңгіменің соңында бір қорытынды ретінде әрбір осында келген қонақтарға сөз берсем, Секе жалпы бүгінгі тақырып бойынша не айтасыз? Бүгінгі тақырып бойынша енді жаңағы мен айтқандай өзім бизнесім ары қарай жүйелеумен айналыстым ғой. Жаңағы Айбек мырзадан біраз нәрсені естіп отырып, мен өзімді жай IT білмейтін адамдарды өзім IT ретінде сезінемін де, Айбек мырзамен жаңағы сөйлескенде мен кәдімгідей не алдым демей болады. Біздегі тіпті де жоғары жақтан қарай білу керек екен ғой деген сияқты. Жаңағы дәл солай IT бойынша, кез келген осы технология бойынша біздің Қазақстан қоғамында да бір оқушымыз, бір жігіт немесе бір қыз бала сол нәрсені өзі IT немесе бірден болу үшін жай ғана мен не істей аламын емес, тіпті жоғары деңгейде ойлай алу керек те, бізде мынандай мүмкіндік бар екен, математика не жағынан біз осындай істей алатын еліміз, осындай жасай алатын. Қораш сезіну емес, керісінше үлкенірек ойлай білсе, ол әрекеттер апаратындығын сезіндім да. Жаңағы секілді Айбек мырзадан үлкенірек ойлап, үлкенірек жоғары жақтан қарай білсе, әрбір қазақтың оқыған балалары IT болу мүмкіндігі бар, қиын емес. Мен соны сездім осы неде, мен бір нәрсе айтамын дейміз, көп нәрсе жаңағы Айбек мырзадан сол нәрсені бөліп қайттым да. Бізде кем, бізде жоқ, бізде болмайды емес, бізде бар, дайын екен, тек соны сезсек болды екен да. Керемет. Нұреке? Менің бұл жерде бір қарым ашатын не бар, соны айта кетейін. Біздің кейбір бизнес мен ағаларымыз, жалпы бизнестер біздегі әлі IT-дің шет жағасы да келмеген, әлі автоматизацияны ойламаған бизнестер бар да. Ал шетелде ойласақ қазір Америка, мысалы бәріміз білеміз, Facebook, Meta деп өзгерді. Ол жердегі мақсат олар виртуальный әлемді бәріне қол жетімді ету. Яғни 10-15 жылда біз үйде очкиді киіп алып, барып магазиннан бір жерден товар сатып аламыз. Белгілі бір офисқа барамыз, кафеге барып тамақ ішеміз, бірақ біз үйде отырамыз бәрі. Олар соған әрекет жасап жатыр да, ал біздің IT-міз әлі өте төмен. Соған қарым ашады, сол үшін жастар IT-ді көтерейік, бәріміз дамиық. Керемет, рахмет. Мен айтқым келетіні осы сіздердің каналды орта есеппен көретін адамдардың саны, осы шығарылымда пікір саны көп болса, 1000-нан көп болса дейікші, онда біз осы нені қайтып жалғастыруымыз керек, именно IT тақырыбын. Себебі қызығушылық көп, контент жетіспейді деген сөз ғой. Біз енді бұдан кейінгі қызығушылық, біз бір компанияны алып талқылауымыз керек. Жаңағы дұрыс сұрақтар қойдыңыз, қалай маманды дайындау керек, соның бір 5-6 способын көрсетуіміз керек. Сондықтан мен айтарым, бізде жаңа математикалық негіз бар дедім ғой. Демек мен сенем, 100% сенем. Кезінде 1-2 ағалар болған, біз деген ауыл шаруашылық, тек қана жаңағы нені дамытуымыз керек, IT деген бізге қиын деген. Мен оған қосылмаймын, себебі дәлелдеп атқан 5-6 компания бар. Және жастарға айтарым, сіздерде сондай үлкен мүмкіндіктер бар. Қазақстаннан шыққан $1 миллиард компания құруға болады. Оған бізде толық гендік, тектік мүмкіндіктеріміз, математикалық мүмкіндіктеріміз жетеді. Және сіздерді қазақ жастарын айтишник болуға, мықты IT маманы болып, Қазақстандағы үлкен проекттерді, шетелден үлкен ақшаларды кіргізуге және шетелдік үлкен компанияларға жұмыс істеуге шақырамын. Эстония деген мемлекет бар, 1,5 миллион халық тұрады. Бірден продукт жасайды дегенде IT, бірден әлемге деп жасайды, себебі мағынасы жоқтан 1,5 миллионға жасауын. Сондықтан жаңағы бізде де 20 миллион бір жағынан көп, бір жағынан аз, салыстырмалы түрде ғой. Бірақ 20 миллиондық жаңағы аренада продукты тестировать етіп, әлемдік деңгейге шығу деген үлкен ой тұру керек IT мамандардың барлығында.
ол мүмкін компания болуы мүмкін, мүмкін айтишник болуы мүмкін, мүмкін менеджер болуы мүмкін, айырмашылық жоқ. Сондықтан жастарды мықты IT маман болуға шақырам. Егер де 1000 пікірден көп болса, Болатбек мырза, екінші шығарылым жасайық. Жақсы. Көп рахмет, барлықтарыңа көп рахмет. Жалпы қымбатты уақыттарын бөліп, құнды пікірлермен бөліскендеріңе алғысым шексіз. Менің ойымша осы отырған қонақтар Алла қаласа болашақта бір Google сияқты үлкен бір компания болмасына кім кепіл. Жалпы осы бізді көріп отырған әрбір көрерменде мықты маман иесі болатынына сенім көп. Сол себепті егер де осы тақырып қызық болатын болса, пікір қалдырыңыз. Пікір көп болатын болса, егер де сіздерге қажет болатын болса, барлығымыз жиналып бұдан да қызықты, бұдан да құнды шығарымды шығаруға дайынбыз. Барлықтарыңа рахмет. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет.